Шымкентте ауыр атлетикадан 20 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздар арасында Қазақстан Республикасының жеке және командалық ашық чемпионаты өтіп жатыр. Сайыста еліміздің барлық өңірінен келген 18 команда құрамындағы 200-ге жуық жас атлетші бақтарын сынауда. Байрақты бәсекеде жігіттер 56 келіден жоғары салмақ бойынша зілтемірлерді көтерсе, қыздар 48 келіден жоғары салмақта серпе және жұлқа көтеру бойынша мықтыны анықтауда. Бұл бәсеке Алматы қаласында спорттың осы түрінен өтетін әлем чемпионатына дайындық болмақ. Онда Рио-де-Жанейрода өтетін Олимпиада ойындарына жолдама үлестіріледі. Ашық чемпионатта ең жақсы нәтиже көрсеткен спортшылар үстіміздегі жылдың наурыз айында Бангкок қаласында ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында өтетін Азия чемпионатына қатысады. 62 келі салмақта өнер көрсетіп жүрмін. Қарсыластарым осал емес, мықты. Бәрі мықты. Жаттығу керек сол. Алға қойған мақсатым чемпион болу. Таиландта 17 жасар жасөспірімдер және 20-ға дейінгі жастар арасындағы Азия чемпионаты өтеді. Әрқайсысына 15-15-тен спортшы қатысады. 15 деген бір толық команда есептелінеді. Ол 8-і ұлдар болса, 7-і қыздар. Барлығы біз 30 спортшыны осы жерден таңдап алуымыз керек деп